Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді песочный Наполеон торттың рецептімен бөлісемін. Толық рецепті описание бөлімінен қарай аласыздар. Өте нәзік торт, жұмсақ болып шығады. Ең алдымен бізге сүт керек. Сүтімізге бір жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ас содасына уксусты қосып, бейнедегідей осындай реакция жүреді. Сұйық массамызға құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте бізге жұмсақ сары май қажет болады. Сары май бөлме температурасында болу қажет. Жұмсақ, соған сұйық массамызды құйып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Шанышқымен араластырсаңыздар да болады, миксермен араластырсаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Мен қолмен араластырған, маған ыңғайлы болғандықтан қолмен араластырдым. Жақсылап араластырып алып, електен өткізілген ұнымызды қоса отырып, жұмсақ песочный қамыр илеп аламыз. Оның барлығын бірден қосып жібермейміз, жарты бөлігін қоса отырып, қамырды тез-тез илеп аламыз. Сары майымыз еріп кетуі мүмкін, сондықтан жылдам илеп аламыз. Өте дәмді жұмсақ болып шығады. Бұл тестаны холодильникке салмаймыз, бірден пісіре беретін боламыз. Песочный теста болып, күшті болып шығады. Бұл торттың ерекшелігі осыда. Шаймен ішкенге өте дәмді. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Қамырымызды жақсылап илеп алып, табақтан босатып, дастарханымызда және бір-екі ұнымызды сеуіп илеп аламыз. Жұмсақ болып, қамырымыз әдемі болып шығады. Ұнды көп қоспаймыз, қолға жабыспайтындай қамыр болу қажет. Жақсылап қамырымызды илеп алдық. Илеп алғаннан соң сопақша тәріздес қылып қамырымызды жасап аламыз. Содан соң бірнеше бөлікке бөліп аламыз. 9-12 бөлікке бөлсеңіздер болады. Ол сіздің тортыңыздың диаметріне байланысты. Мен 22 сантиметрлік диаметр жасап алдым. Қамырды бөліп алғаннан соң қолымызбен думалақтап шығамыз. Бірден пергамент қағазына жайып шығамыз. Ең алдымен қолымызбен жайып шығамыз. Содан соң оқтаудың көмегімен бір тегіс қылып жайып шығамыз. Осылай пергамент қағазына формамен думалақ қылып алдым. Осы думалақтың ішіне қамырымызды оқтаудың көмегімен толтырып шығамыз. Содан соң тарелканың көмегімен біркелкі қылып кесіп алсаңыздар да болады. Кольцоларыңыз болса, кольцоның көмегімен 22 сантиметрлік қылып кесіп аламыз. Ең бастысы жұқа қылып жаю керек, біркелкі қылып. Содан соң шанышқының көмегімен бейнедегідей тесіп шығамыз. Сонда көтеріліп кетпейді, жақсы пісетін болады. Формамызбен жанын осылай бейнедегідей кесіп шығамыз. Форма болмаса, тарелканың көмегімен кесіп алсаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша. Пештеріңізді алдын ала қыздырамыз. 220 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минут пісіреміз. Қоңырқай түске енгенше пісіріп аламыз. Енді кремін дайындап аламыз. Сливкиді миксерлеп аламыз. Бұл тортқа кез келген крем үйлеседі. Қайнатпалы крем және сметанадан жасалған кремді үйлеседі. Миксерлеп алғаннан соң сахарный пудрамызды қосып аламыз. Содан соң творожный сыр қосамыз. Қанша грамм қосатынын описание бөлімінен қарайсыздар. Содан соң жақсылап қою болғанша миксерлейтін боламыз. Кремімізді дайындап алдық. Ендігі кезекте корждарымызды жинайтын боламыз. Кальцомен де, кальцоның көмегінсіз де жинасақ болады.
әп-әдемі біркелкі болып шығу үшін кольцомен жинап алдым. Бір коржымызды орналастырып алды. Содан соң кремімізді тегіс қылып жағып шығамыз. Кремді бір тегіс қып жағып шықтық. Екінші коржымызды орналастырып, және кремімізді дәл бейнедегідей орналастырып, тегіс қылып жағып шығамыз. Барлық корждарымызды осылай арасына крем жағып, орналастырып шығамыз. Барлық корждарымызды осылай крем жағып, орналастырып шықтық. Кольцодан босатамыз. Бір коржымызды әсемдік үшін қалдырамыз. Қолымызбен осылай үгітіп аламыз. Тез үгіледі, оп-оңай. Осылай қолымызбен үгітіп алғаннан соң торттың үстіне, жанына осылай қолымызбен сеуіп, әсемдеп шығамыз. Оп-оңай торт. Сіздер де жасап көріңіздер. Басқа Наполеон торттарға қарағанда тестасын холодильникке салып, оны 1 сағат күтіп отпайсыздар, бірден жасап жібересіздер. Өте дәмді болып шығады. Және торттарымыздың кремін тегістеп жағып шығамыз. Осындай шпажканың көмегімен жандарына қалған кремдерімізді жағып шығамыз. Кремді молынан қоссаңыздар, торттың корждары өте жұмсақ болып шығады. Үгітіп алған коржды үстіне сеуіп, жанына жағып шығамыз. Өте нәзік торт. Осы тортты және 1 сағатқа қалдырсаңыздар, кремі сіңіп, өте жұмсақ торт болады. Ауызға салса еритін нәзік торт болып шығады. Шпажканың көмегімен жандарын осылай тегістеп шығамыз. Барлық жерлерін тегістеп, біркелкі қылып шығамыз. Наполеонның беті түп-түзу болып шығу үшін пергамент қағазын төсеп, үстінен тарелкамен басамыз. Сонда түп-түзу беті әп-әдемі болып шығады. Бетіне әсемдік үшін түрлі жеміс-жидектермен сәндеп шықсаңыздар болады. Мен ежевика орналастырып шықтым. Осымен біздің Наполеон нәзік тортымыз дайын болды. Өте дәмі ерекше. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.